Сәлеметсіздер ме барлықтарыңызға. Мен есімім Гүлімжан, Atomy компаниясының топ лидері болам. Бүгін сіздерге Кореядан келген Atomy компаниясы туралы айтатын болам. Бұл қандай компания, қалай бизнес серіктесі болуға болады және қалай табысқа шығуға болады бұл компаниямен. Мінекей Atomy қарапайым жандардың өмірін өзгертетін компания деп атағанмын. Неліктен? Себебі бұл компанияда шынымен де қарапайым жандар ешқандай да ақшалай салымсыз тек әрекет етіп, тек қана мінекей қолымыздағы телефонның көмегімен табысқа шығуларына болады. Енді компанияға қысқаша шолу жасақ, бұл оңтүстік Кореяда 2010 жылы пайда болған компания. Қазіргі таңда 27 елде, әлемнің 27 дамыған елдерінде жұмыс жасайды. Соның ішінде мысалы Қазақстан, Ресей, Япония, США, Малайзия сияқты мемлекеттер бар. Турцияда, Қытайда, Индияда жұмыс жасайды. Және әлемде сетевая компаниялардың порталы бар, Direct Selling News деп аталады. Сол порталда Atomy компаниясы топ-10 ең үздік 10 компанияның бірі болып саналады. Қазіргі таңда 40 миллионнан астам осы компанияның қатысушылары бар. Енді бұл қандай компания? Бұл кореялық компания, өнімдері корейская косметика, дәрумендер, үй шаруашылығына қажет заттар, порошок, шампунь, ыдыс жуатын гель, тіпті кофе, киім-кешекке дейін бар бұл компанияда. Бұл компанияға тіркелу тегін тіркеліп алып, компанияның покупателі болып, тікелей Кореядан келетін өте жоғары сападағы өнімдерді өз бағасына сатып алып отыруға болады. Және екінші мақсат тек қана сатып алушы болмай, бағана айтқандай телефонның, интернеттің мүмкіндіктерін пайдаланып, ақшалай салымсыз компанияның бизнес партнерін айналып, табысқа шығуға болады. Енді компания сетевой бизнестің бір түрі, бірақ біз білетін классикалық сетевой бизнес емес. Біздің Қазақстан территориясында жұмыс жасайтын ешбір сетевая компания ұқсамайды, артықшылықтары өте көп. Қазір сол артықшылықтарға тоқталайық. Ең бірінші біз Atomy компаниясына тегін тіркелеміз. Тіркелген кезде ақшалай салымдар жасаудың қажет жоқ. Кіру пакеттері жоқ. Міндетті түрде бір определенный суммаға пакеттер сатып алмайсыз, бәрі теп-тегін. Бизнес партнер болу үшін тегін тіркелген екен, ең алғашқы заказыңызды шамамен 10 мың балға, ол шамамен 10 мың теңгеді, 10 мың теңгеге жасаған ғана жеткілікті. Ол бір рет жасалады, ай сайын жасамайсыз, тек бір рет кабинетті іске қосу үшін. Сосын компанияда ай сайынғы міндетті түрде сатып алулардың жоқ болуы. Яғни біз ай сайын міндетті түрде компанияға өз қалтамыздан ақша салмаймыз. Компанияда каталог жабу кезеңдері жоқ. Мысалы, көп компанияларда тіркелгеннен кейін 3 апта, 4 апта ішінде каталог жабу керек. Каталог жабу кезеңдері бар. Уақыт бойынша шектелген. Егер сіз сол уақыт ішінде жасай алмасаңыз, балыңыз күйіп кетеді, не ақша жоқ, не бал жоқ та. Atomy компаниясына қараңыздар. Сіздің жеке балдарыңыз, өзіңіздің жеке кабинетіңіз арқылы жасалған балдарыңыз ешқашан күймейді, сізбен бірге болады осы компанияда жұмыс жасаған кезде. Ал топтық балдарыңыз табысқа шығу үшін біз астымызда тіркелген адамдардан топтық балдар жинаймыз. Сол топтық балдар жиналу системасы бар, жүйесі бар. Яғни сіз табысқа шықпағанша ол топтық балдар жиналып жата береді. Басқа компаниялардағы сияқты күйіп кетпейді. Айдан айға, күннен күнге ауыса береді. Мысалы, сіз шілде айында тіркеліп, шілде айында қажетті балды жинай алмасаңыз, мысалы басқа компанияда бал күйіп кетуші еді. Бірақ Atomyда ол күймейді, ол тамыз айына ауысып, тамыз айында балыңызды толықтырып, ақшаңызды компаниядан аласыз. Яғни сіз ақшаңызды алмағанша компания балыңызды жинап жата береді. Өте керемет. Сосын бағана айтқандай, бұл компанияға адамдар покупатель болып тіркеле алады. Сол покупатель болып тіркелген адамдар, егер бизнес өніміне бизнес партнер болғысы келсе, кез келген уақытта покупатель статусынан бизнес партнер статусына айнала алады. Өте керемет. Сосын маркетинг жоспары тоже компанияның күшті. Мысалы, көп компанияларда личник деген понятие бар, отрыв деген понятие бар да. Ол қалай? Мысалға, мысалы, мен лидер болып компанияға жұмыс жасауға келсем, өзімнің бірінші линиям болады да, өзімнің келе шақырған партнерларым. Сол бірінші линиядан 100% табыс аламын да, екінші, үшінші, төртінші, яғни менің партнерімнің партнерларына мен определенный бір процент қана аламын. Сіздің партнерларыңыз, астың линиялар өскен сайын, сіз глубинаға да төменге қарай өскен сайын, сіздің партнерларынан алатын табысыңыз проценті азая береді, өте аз болады. Сондықтан
мысалы лидер ретінде мен басқа компанияларда тек өзім шақырған партнерлармен ғана жұмыстанамын да. Вот. Ал Атомида личник деген понятие жоқ. Біз табысты бізден кейін тіркелген әрбір жаннан, әрбір партнердан, әрбір покупательден аламыз. Сол себептен бізде мысалға табыста әр апта сайын болып тұрады. Қараңыз, мысалға мен бір адамды тіркедім, ол адам өзінің адамын шақырды, олар өз адамын шақырды, олардың бәрінен мен 100% табыс алып отырамын. Мен оларды тікелей шақырмасам да, өйткені бағанағыдай личник деген понятие жоқ. Бізде Атомида бинарная система, партнерлар бірінің астына бірі түсе береді, и сізден кейін, мысалы, сіздің тіркеген партнерларыңыздың партнерлары да сіздің системаңызға кіріп, сіздің табысқа шығуыңызға да, табыс алуыңызға солай саналып отырады, сол адамдардың покупкаларына түскен балдар. Және сіз де мысалы болашақта Атоми компаниясы серіктесіне айналсаңыз, дәл солай сіздің де партнерларыңыздың партнерынан сіз солай табыс алып отырасыз 100%-ға дейін. Сосын бағанағы отрыв деген понятияға тоқталғым келеді. Тоже көп компанияларда отрыв деген понятие бар. Мысалы, сіздің астыңыздан лидер өссе, сізді доход бойынша, статус бойынша жетіп алса, қуып жетіп, ол адам сізден отрываться бөлек жұмыс жасап кетеді. Ол кісінің адамдарынан, партнерларынан сіз уже доход алмайсыз. Ал Атомида ондай емес. Сіздің артыңызда партнер өскен сайын сіздің де табысыңыз арта береді. Сіздің табысыңызға партнеріңіздің өскені ешқандай да әсер етпейді, керісінше тек жақсы жағынан ғана әсер етеді. Вот сол да Атомидің керемет мықты жері да басқа сетевая компанияларға қарағанда. Сосын өз темпіңізбен жұмыс жасай аласыз. Мысалға, бізде прессинг жоқ, спонсорлар жағынан жұмыс жаса деген сияқтандай не болмайды. Қалай айтсам болады, күштеуді қысым көрсету ондай болмайды. Өз темпіңізбен жұмыс жасай аласыз. Өйткені бағана балдар келмейтін болғандықтан, өзіңізге қалай ыңғайлы, сол бір жылдамдығыңыз тауып алып, сол жылдамдықпен жұмыс жасай бересіз. Сондықтан Атомида мысалы өзінің основной жұмысы бар, негізгі жұмысы бар адамдарды жұмыс жасай бере алады. Мен өзім 15 жыл авиация саласында жұмыс жасаған стюардессамын. Әрине қазір стюардесса емеспін, но 1,5 жыл бойы мен Атомида өзімнің сол авиация стюардесса жұмысымен параллельно алып жүрдім. Соның өзінде 2 жұмысты алып жүрсем де, мінекей миллиондаған табысқа шыға алдым да. Соның арқасында қазір мінекей мен ұшпаймын, тек қана Атоми компаниясымен жұмыс жасаймын. Тағы да қандай керемет тұстары бар Атомидің? Бұл международный бизнес, халықаралық бизнес. Сіз Атоми компаниясы ашылған кез келген мемлекеттен адам тіркей аласыздар. Мысалы, сіздің Өзбекстанда мүмкін танысыңыз бар, Қырғызстанда, мүмкін Турцияда танысыңыз тұрады. Даже сіздің болмасаңыз, сіздің партнеріңіздің тіркеген адамдарыңыздың таныстары болуы мүмкін сол мемлекеттерде. Оларды сіз сол мемлекеттен тіркей саласыз. Олардың дәл сол мемлекетте өздерінің сайттары, доставкалар бәрі болады. Заказдарын сол мемлекеттен алып отырады. Ал сіз тіркегеніңіз үшін сізге Қазақстанда ол кісілердің покупкаларынан бал түсіп, бал жинап отырасыз. Яғни біз тек Қазақстанмен шектелмегенбіз. Біз бүкіл Атоми компаниясы ашылған мемлекеттермен біз жұмыс жасап, табысымызды аламыз. Сосын бізде табысқа шығу жүйесі бар. Бізде бағана айтқанда айттық қой, астымыздан адамдар өскен сайын біздің табысымыз да артады. Сондықтан біз бізден кейін тіркелген адамдардың табысқа шығуына спонсор ретінде, лидер ретінде бар күшімізді саламыз. Оқытуға, поддержка, көмек беруге әрдайым дайынбыз. Сосын тағы бір мықты жер Атомидің, бізде табыс мұрагерлікпен 2 ұрпаққа дейін беріледі. Сіздің қазір тапқан табысыңыз, кабинетіңіздің бәрін кейінірек сіз балаңызға в наследство мұрагерлікпен тастап кете аласыз. Ал кейінірек балаңыз ол істі, бизнесті өзінің баласына тастап кете алады. Яғни балаңыз, немереңізге дейін бұл бизнесті сіз тастай аласыз. Өте керемет. Енді ақша бойынша тоқталайық. Қараңыздар, көп компанияларда ақшаны мысалға да айына 1 рет ғана алып жатады. Атоми компаниясына біз табысты айына 6-8 ретке дейін аламыз. Әр вторник күні бізге компаниядан ақшамыз түсіп отырады. Командалық, мысалы, каталожный период деген бар, көп компанияларда 3 апта, 4 аптада жабады, 1 рет қана ақшасын алады. Ал бізде табыс апта сайын түсіп отырады. Каталожный период болмаса да, бағана біз тіркеген адамдардың, командамыздың тауар айналымынан қанша тауар айналымы өтті, сол тауар айналымға ақшаны каждый вторник күні беріп отырады компания.
Вот, солай айына 4 рет аламыз командалық тауар айналымнан. Сосын екінші табыс көзі бізде бұл ранттер. Егер сіз компанияда по карьере, карьерный лестница бойынша жоғарыласаңыз, оған да сіз премияны айына 2 рет аласыз. Айына 2 рет, 7-сі және 22-ші күндері айдың табыс түсіп отырады премияға. Және үшінші табыс көзі Атомида бұл, мысалы мен өзім офисында отырмын, дәл осындай офис ашсаңыздар, оған тоже компаниядан айына 2 рет офистің комиссиясы түсіп отырады. То есть компанияда 3 түрлі табыс көзі бар. Ақша бізде үзілмейді, каждый вторник күні біз ақша алып отырамыз компаниядан. Ол тоже өте мықты жері Atomic компаниясының. Сосын мысалы басқа сетевойда, мысалға бана линейный маркетингта да біз айттық қой, тек қана бірінші линия ғана өсе берсе, бірінші линиямен ғана лидер жұмыс жасауға өзінің бүкіл күшін салып отырса да, өйткені астыңғы адамдардан табыс алмайды, азырақ алады. Бізден кейін тіркелген әрбір адаммен жұмыс жасауға дайынбыз. Өйткені бізде табыс бізден кейін тіркелген бүкіл адамнан 100% түсіп отырады. То есть Атомидің артықшылықтары өте көп. Енді қараңыздар, Атомидің ең мықты жері, енді ақша қалай түседі? Біз айттық, каталог жаппаймыз, міндетті түрде ай сайын ақша салмаймыз Atomic компаниясында. Личный товарооборот міндетті түрде жасамаймыз деп сұрақ туады. Онда Atomic компаниясында ақша қайдан түседі деп қараңыздар. Сіздер Atomic компаниясына тіркелесіздер, тіркелгеннен кейін бизнес партнерін айналу үшін тек бір рет 10 000 балға, шамамен 10 000 теңгеге алғашқы заказдарыңызды салуға жетсіздер. Сол кезде сіздерге жұмыс жасауға Atomic компаниясы осындай дайын интернет дүкен беріледі. Кореялық өнімдері бар, дайын интернет дүкен. Бұл жерде косметикасы да бар, витаминдері де бар, өмірге қажетті бүкіл заттар бар. Біз табысты алу үшін осы Atomic интернет дүкенін адамдарға тек ұсынамыз. Адамдардың басқа жерден емес, осы біздің Atomic интернет дүкеннен өнім сатып алуына көмек береміз. Мысалға, біреу SPF крем сатып алу мүмкін, біреу жуатын пенка сатып алу мүмкін бетінде. Солай сізден кейін тіркелген адамдардың да осы интернет дүкен арқылы жасаған әрбір покупкасынан сізге мінекей осындай балдар түсіп отырады, бонусный. Сіз сол балдарды жинақтап табысқа шығасыз, яғни сіз өз қалтаңыздан ақша салмайсыз, басқа компаниялар сияқты каталог жаппайсыз, личный товарооборот жасап отырмайсыз. Тек осы интернет дүкен арқылы тауар айналым өтуіне көмек беріп, тауар айналым өтуіне әрекет жасап, интернет пен телефонның мүмкіндігін пайдаланып, осы жұмысыңыз үшін ақша аласыз компаниядан. Қараңыз, біздің Atomic компаниясындағы табысымыз тауар айналымға, астымыздан өткен, және партнерлардың санының өсуіне байланысты. Неғұрлым астыңыздан көп тауар, Али, 1 минут, Али, пожалуйста. Неғұрлым астыңыздан көп тауар айналым өтсе, соғұрлым сіздің компаниядан алатын табысыңыз өсіп отырады. Сондықтан ол өте керемет, өйткені сіздің бағанағы командаңызда әртүрлі мемлекеттен адамдар пайда болуы мүмкін ғой. Оны представьте, сіз Қазақстанда, сізде Америкадан бір лидер пайда болды, Американ жаулады тек, немесе Турциядан. Солай сіздің табысыңыз тек арта береді. Мен өзім компанияда 2 жыл ішінде почти 2,5-3 миллион теңге табысқа шықтым да. Кейбір компанияларда бұндай доходқа адамдар, лидерлар 5 жыл, 10 жыл жұмыс жасап табысқа шығады. Ал мен өз темпімде, өзімнің негізгі жұмысыммен Атомиді бірге алып жүріп, неке осындай табысқа шықтым. Қазір мен енді полностью Атомидамын, сондықтан менің командама қосылыңыздар, тезірек сіздердің табысқа шығуларыңызға барынша өз көмегімді көрсететін болам. Мінекей бағана айтқанда Atomic компаниясында табыстың 3 көзі бар. Бірінші, қараңыздар, компания мысалы өзінің 100% табысының өзіне тек 30%-ын ғана алады, ал 70%-ын бізге партнерларға береді. 70%-ын қыздар өзінің компания өзінің пайдасының 70%-ын партнерларына береді. 3 түрлі табыс көзі бар. Астыңыздан өткен тауар айналымға бір төлейді компания, оны бізде бинарлық адамдар деп атайды. Сіз емес, сіздің командаңыздан өткен тауар айналымға да топтық командалық тауар айналым үшін аламыз ақшаны.
Екінші, сіз лидер ретінде рангтермен өссеңіз, оған отдельно айына 2 рет табыс түсіп отырады. Мына бірінші табыс көзі әр вторник күні айына 4 рет түседі. Екінші табыс көзі премияларымыз айына 2 рет түседі. Және үшінші табыс көзі осындай офис ашсаңыздар, оған тоже компания айына 2 рет табыс береді. Сонда бір айда 8 рет 3 табыс көзінен біз Atomy компаниясында табыс алып отырамыз. Енді ең бірінші табыс көзі компанияда айттық қой, астыңыздан өткен адамдардан біз балдар жинап табысқа шығамыз деп. Ол қалай? Мінекей сіз компанияға тіркелесіз, алғашқы заказыңызды 10 000 балға 10 000 теңгеге жасайсыз. Сізге компания жұмыс жасауға дайын интернет-магазин береді. Өнімдері бар, кореялық өнімдері, логистика, доставка, бухгалтерия бәрін компания өз мойнына алады. Біз тек қана осы интернет дүкеннің рекламасымен айналысамыз. Солай бір күні мына жерге сізге подружкаңыз тіркелді, мына жаққа танысыңыз тіркелді, сосын танысыңыз өзінің адамдарын шақыра бастады. Оның бәрі сіздің адамдар болып саналады. Подружкаңыз өзінің подружкасын шақырды да, арасында сіз тіркеп отырсыз. Солай екі жақтан 300 000 балл, 300 000 балл өткен кезде, бұл топтық та, астыңыздағы адамдардан сіз компаниядан ең алғашқы, бұл табыстың еще ең кішкентай түрі, ең алғашқы 20 000 теңгеңізді аласыз қыздар. Ең алғашқы қараңыздар. Ең бірінші келген кезде сізде мысалы 300 000 өтті ма? Бұл 20 000 теңгеңізді алдыңыз, иә? Бұл 20 000 теңге болашақта күнде жабылатын болады. Бір айда неше күн бар да? 30 күн, воскресенье күні біз доход алмаймыз. Воскресеньені алып тастасақ, бір айда 26 күн. 26 күнді 20 000 теңге көбейтіңіздер. Почти 500 000 теңге, 500 000 теңге ақша шығып тұр. Сосын командаңыз өскен сайын қыздар, сізде бір күнде 700 000-ық тауар айналымы өтеді. Сол кезде сіздер бір күнде 40 000 аласыздар. 26 күнді бір айда 40 000 көбейтсеңіздер, уже бір айда сізде 1 000 000 теңге. Менде мысалға қазір бір күнде 1,5 миллиондық тауар айналымы өтеді, бір күнде 80 000 теңге табыс түседі. 80 000-ды көбейтіңіз 26 000, почти 1 600 000, 1 700 000 теңге да, мінекей қыздар. Я менің алатыным осы ғой, 1 700 000 теңге, плюс бағанағы премияларым түседі айына 2 рет, офистан ақша түседі. Соның бәрін қосқанда менде айына 2 000 000 теңгеден астам ақша түседі. Мінекей, бұл бізде табыстың бірінші көзі. Екінші көзі біз айттық рангтермен жоғарылаймыз деп, иә. Компанияда мінекей 7 түрлі ранг бар. Ең бірінші ранг мастер продаж деп аталады. Мастер продаждың айлық табысы 1 000 000 теңге бір айда. Бұл мастер продаж рангіне компанияға тіркелгеннен кейін 5-6 айдың ішіне шығып кетуге болады. Екінші ранг бұл бізде бриллиантовый мастер, айына 2 миллиондай ақша табады. Үшінші ранг бұл менде мастер Шаронская роза, бұл менің рангым, айына лидер алып, бұл жерде 3-5 миллион теңге көлемінде ақша тауып отырады. Стар мастер уже 6 миллион теңгеден жоғары болады. Роял мастер, қараңыздар, Роял мастерда премиясының, 2 апталық премиясының өзі 15 700 000 теңге. Бұл просто премия. Осындайдан 2 рет алады. Краун мастер дегенде премияның өзі қыздар 93 миллион, айына 2 рет 93 миллион. Да, бұл просто премиясы, плюс еще бағана командалық тауар айналымнан ақша түседі. Я, плюс қараңыздар, Royal Master'дан бастап машиналар, мінекей машина седанда бизнес класс, мына жерде люкс класстағы машина беріледі. Мына жерде Imperial Master'ден ең соңғы 7-ші рангте қыздар, қараңыздар, премиясының өзі 2 апталық 320 миллион теңге. Бір айда 640 миллион теңге премия алады. Машина, личный водителімен, личный ассистентіңіз, көмекшіңіз болады. Сосын 170 квадрат метр офисті сізге тегін береді жұмыс жасауға. Сосын семьяңызбен демалуға, мінекей путешествиялар, иә. Мына мастер Шаронская роза менің рангымнен бастап, семьямен демалуға шетелге нелер путевкалар беріледі қыздар демалғанға. Өте керемет. Одан басқа мінекей премиялар, иә. 2 аптада 640 000 теңге премия, 2 аптада 15 700 000. Бұндайдан 2 рет аласыздар айына. 2 аптада 93 миллион, 2 аптада 320 миллион. То есть табыстың ақша Атомида өте көп. Өзіңіз ақша салмай, тек бағана интернет дүкенді дамытып, ақша табуға болатын компания. Мінекей мынау компаниядағы рангтың түрлері, 7 түрлі ранг бар. Енді қатты тоқталмақ қой, но біліп жүріңіздер, иә. Бұл жерде машина да бар, бұл компанияда ақша да бар, бұл компанияда путешествие да бәрі бар. Енді Atomy компаниясында 3-ші табыс көзі, бұл бізде офис ашқандарға тоже ақша беріп отырады, айына 2 рет аламыз. Енді қорытындылай айтып кетейін, Atomy бұл Кореядан келген, жаңа бағытта жұмыс жасайтын,
өте үлкен корейская компания. Әлемдегі сетевая компаниялардың арасында 10-шы орында тұр. Өте үлкен, мықты компания. Топ-10 компанияға, үздік компанияға кіреді. Бұл компания бинарлық маркетинг бойынша жұмыс жасайды, бірақ классический бинар емес. Оны маркетинг болғанда дұрыстап түсіндіріп беремін. Но сіздер түсінетін нәрсе, сізден кейін тіркелген бүкіл партнерлардан 100% табыс аласыздар. Тек өзіңіз шақырған ғана емес, партнерлардың партнерынан да 100% табыс аласыз. Көп компанияларда тек өзінің ғана партнерынан 100% табыс алады, партнердің партнерынан бір аз проценттер алады. Ал бізде, қыздар, сізден кейін тіркелген адамдардың бәрінен аласыз. Мысалы, командаңызға бір мықты лидер келсе, сол мықты лидердің бүкіл командасынан да сіз табыс алып отыратын боласыз. Өте керемет. Сосын балдар 100% үстіден астыға көтеріледі, сондықтан бұл компанияда кез келген партнер табысқа шығуға мүмкіндігі бар. 3 түрлі табыс көзі бар, айтып кеттім. Командалық тауар айналымнан сіздің рангпен жоғарылағаныңыз және офис ашқаныңыз үшін. Өнім кореялық өте жоғары сапада, қолжетімді бағада, сондықтан өзін өзі сатады. Бір рет қолданған адамдар бұл өнімді қайта-қайта келіп ала береді. Сондықтан табысқа шығуға өте әділ маркетинг жоспары бар, оған отдельно видео жібереміз сіздерге. Сосын бірнеше жылдан кейін, қыздар, пассивті табысқа шығуға мүмкіндік бар. Мысалы, мен қазір 2,5 жыл істеймін компанияда. Өткенде мысалға босандым, почти 1 ай мен Атомида болмадым. 1 ай Атомида болмасам да, менің 2 миллиондық табысым түсіп отырды. Өйткені сіз жұмыс жасамасаңыз да, болашақта айттық қой, табысы бізден кейін тіркелген адамдардың бәрінен аламыз деп. Сіздің партнерларыңыздың бағанағы құрған жүйесінен, өзіңіз құрған жүйеден сіз 100% табыс алып отырасыз. Сосын компанияда табысымыз біздің астымызда тұрған партнерларға негізделген болғандықтан, бізден кейін тіркелген партнерлардың өсу біз үшін өте маңызды. Сондықтан әрбір келген партнерға бізден поддержка, обучение, мотивация бәрі болады. Тек қана сіз сол жұмыс жасап кетсеңіз болғаны да, біз көмекті беруге дайынбыз. Енді тағы бір рет айтайын, табысқа қалай шығамыз? Атоми компаниясында тіркелесіз, 10 мың теңгеге, 10 мың балға, шамамен 10 мың теңгеге алғашқы заказыңызды саласыз, сізге дайын жұмыс жасауға интернет дүкен беріледі. Еш нәрсені сатып алып сатпайсыз, каталог жаппайсыз, ай сайын ақша салмайсыз. Тек сізге жұмыс жасауға берілген интернет дүкен арқылы тауар айналымның өтуіне әрекет жасайсыз. Инстаграм дамытасыз, әлеуметтік жерлерде активны боласыз, телефоныңыз пайдаланасыз. Солай сіздің интернет дүкенге таныстарыңыз тіркеліп өз өнімін сатып алу мүмкін. Базардан емес, осы Атоми интернет дүкеніне, сіздің дүкеннен мамаңыз тіркелу мүмкін, подружкаңыз, коллегаңыз, солардың әрбір жасаған покупкаларынан сізге балдар түсіп отырады. Сіздің жұмысыңыз тек сол айту ғана, бөлісу ғана, шақыру ғана. Ақша салмай, тек сөйлеп табысқа шығуға болатын компания. Солай өткен бүкіл балдардан сізге әр вторник күні айына 4 рет ақша түсіп отырады. Рандке шықсаңыз айына 6 рет аласыз, офис ашсаңыз айына 8 рет аласыз. Табыс Атомида өте көп, и машина да бар, саяхат та бар, өте үлкен премиялар да бар. Тек қана бизнесті түсініп, әрекет жасау қажет. Атоми компаниясының серіктесі болғыңыз келсе, ақша салмай, ақша табуды көргіңіз келсе, мен сияқты да, мысалы 15 жыл авиация саласында жұмыс жасап, стюардесса болдым, ол жұмысым тастап, қазір жеке кәсіпкер болдым. Мен сияқты жеке кәсіпкер болғыңыз келсе, өзіңіздің үйіңізге алғашқы жарнаңызды жинағыңыз келсе, қарыз кредитіңізді жапқыңыз келсе, просто комфортно өмір сүргіңіз келсе, ақшадан қиналмай, сіздерді Атомиға шақырам. Қазақстанда жоқ жаңа модельдегі ақшалай салымсыз бір ғана компания, осы Атоми компаниясы. Келіңіз, мүмкіндікті пайдаланып көріңіз. Барлықтарыңыз күтем. Қызық болса, осы жерде WhatsApp номерім бар. Сол WhatsApp номеріма хабарласыңыздар.